Бал заводының соңғы директоры Құрманбаев Жұмағали ағайдың қазақтың қас батыры, полковник, Ұлы Отан соғысында қазақ халқы үшін, қазақтың намысы үшін Москваны қорғаған, 10 рет қоршауға түсіп, қоршауды бұзған Бауыржан Момышұлы қатар отыр екен. Бауыржан Момышұлымен кезген адам қатар отырмайды. Соған тетелес, сондай батыр, аузы дуалы, сондай сұсты адамдар Бауыржанмен қатар отырады. 1975 жылы Ұялыдан Бектауға көшіп келіп, біздер бала жігітпіз, орталық клубты салып жатырмыз. Сол октябрь айының іші болу керек. Сол октябрьдің 15-20-сы ма, сол күні жаңағы қадір түні болатын болды. Қадір түні. Бірақ нені клубты 7 ноябрьге дейін, мерекеге дейін беру керек. Сонан бәріміз барып, Жұмағали ағайға, ағай бүгін ертерек қайтайық, бүгін қадір түні күн Қыдыр атаны көрейік деп сұрандық. Сонда бәрімізге қарап отырып, сендерге қадір түні керек па, Қыдыр ата керек па, онда Сатыбай үйіне барып қоныңдар, сол үйде Қыдыр да бар, Қыдыр ата да бар, қадір түн де бар деді. Барыңдар деді. Біз түсінген жоқпыз ол кісінің айтқанына. Ертеңіне жұмысқа келіп, кеше біз осы сіздің жұмыстан кетіп сұрандық, қадір түнін көрейік дедік. Сіз айттыңыз, қадір түні керек болса, Қыдыр ата керек болса, анау Сүгірбаев, Сатыбай, Сүгірбаев, Қонысбай үйіне барыңдар деді. Осы сөздің мәнісіне біз түсінбедік дедік. Сатыбай, сен өзің әлі бала екенсің ғой. Мен олай айтқан себебім былай деді. Осы ауылда, осы Бектауда 2 қараша үйді қатар қондырған, 2 киіз үй тіккен осы ауылда адам бар ма деді. Ол адам Сатыбай шал, оның інісі Қонысбай дейді. Сол үйде, сол 2 қараша үйде, 2 үйде екеуінің 4 әйелі бар. 4 әйелдің балдары бір қазаннан ашып отыр 50 жыл бойы. Ұрыспай, керіспей. Қазір жұрт бір қатынның балдары бір-бірімен керісіп жүр. Керісіп жүр. Қадір түні дегеніміз осы деді. Үшінші деді, осы ауылда астына жорға мініп, оны әдемі баптап, артына қақпанын артып, ізіне тасын ертіп, аң салып, қақпан салып, аңлап жүрген ақсақал бар ма деді. Бұл ауылда ол Сатыбай ақсақал деді. Міне Қыдыр дегеніміз осы деді. Төртінші деді, осы ауылда 4 түлік малды асырап отырған, сиырды, жылқыны, қойды, уақ малды асырап отырған, 4 түлік малды асырап отырған адам отбасы бар ма деді. Ол әне Сатыбайдың қорасында деді. Міне мен кешегі айтқан әңгімем, Қыдыр көргің келсе, Қыдыр ата көргің келсе, сол үйге бар деген себебім сол. Өйткені Сатыбай ақсақалдың үйі Қыдыр қонған үй. Жетібай соның Қаламбас деген қызы бар, соны неге алмайсың деп маған әзілдеген. Міне біздің Ұялы бал заводының директоры Құрманбаев Жұмағали ағамыз да Бауыржан сияқты аузы дуалы, ел халықты ұйымдастыра білген, әңгімені адам бетіне тік айтатын, өсек өтірікпен жаны қаз азамат еді. Сондықтан суретті қарап отырып, мен жөкеңнің Бауыржанмен қатар отырған жөкеңді Бауыржанмен теңестіріп отырмын. Кез келген адам Бауыржан Момышұлының қасына бара алмайды, қатар отыра алмайды. Себебі Бауыржан ұлы адам. Мен жөкеңді де Ұялының батыр деп ойлаймын.